Сәлем, менің атым Нұршат. Биыл ұбт-ға дайындалып үлкен жолдан өттім. Бүгін осы видеода мен өзімнің жетістікке дейінгі жолымды шынайы айтып бергім келеді. Мүмкін бұл біреуге мотивация, күш пен сенім берер деп ойлаймын. Барлығы өткен жылы ент-ға дайындаламын деп нақты шешім қабылдаған сәттен басталды. Шынымды айтсам, басында бәрі өте қиын әрі қорқынышты көрінді. Қалай дайындаламын, неден бастаймын деген сұрақтар мені жиі мазалайды. Кейде тіпті қай пәннен бастасам болады деген сұрақты мазалады. Алғашында өз бетімше жоспар құрып көрдім. Күніне қанша уақыт дайындаламын, қай тақырыптар әлсіз, соны анықтадым. Бірақ бәрі бірден ойдағыдай бола қоймады. Кей күндері шаршап ештеңе оқығым келмей, ертең оқимын деп кейінге қалдырдым. Ал кейде әлеуметтік желіге кіріп кетіп, уақытымның қалай өткенін де байқамай қалатынмын. Ең қиыны өзіме деген сенімсіздік. Кейбір күндері бәрібір қолымнан келмейді ғой деген ойлар мазалады. Бірақ сондай сәттерде мен не үшін бастадым, арманым қандай деген сұрақтарды өзіме қойып, қайтадан күш жинадым. Осы кезде маған нақты бағыт пен жүйелі дайындық керек екенін түсіндім. Достарымның кеңесімен сабақ онлайнға жазылдым. Шынымды айтсам, бұл менің ең дұрыс шешімім болды. Сабақ онлайнның сабақтары қысқа, нақты әрі түсінікті. Артық ақпарат жоқ, тек ең маңыздысын береді. Бұл маған уақытты үнемдеуге және сол уақытты әлсіз тақырыптарға бөлуге көмектесті. Ең қатты ұнағаны мұғалімдердің түсіндіру әдісі. Қиын тақырыптарды да өте қарапайым тілмен, тіпті мысалдармен түсіндіреді. Сабақтарды көріп отырып, шынында да бұл оңай екен ғой деген сәттер көп болды. ұбт-дан 105 балл жинадым. Бұл мен үшін үлкен жетістік, өйткені сол жетістікке жету жолында мен үлкен қиындықтарды бастан өткердім. Ал қазіргі мақсатым Жұбанов университетіне түсу, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын игергім келеді. Бұл бала кезден бері ойымда болған арман, мұғалім болу. Ал сол арманға жету жолында төзімділік, еңбек және дұрыс дайындық әдісі үлкен рөл атқарды. Маған қатты әсер еткен ұстаздар да бар. Мысалы, тарих пәнінен сабақ берген мұғалім сабақты өте қызықты әрі қарапайым тілде түсіндіреді. Оның арқасында мен осы пәнді бұрынғыдан да жақсы көріп кеттім. Тағы бір ерекше рахмет айтатын адам менің кураторым Құндыз апай. Ол үнемі қалайсың, не қиын болып жатыр деп сұрап, дайындық барысын бақылап отырды. Қиын сәттерде хабарласып, мотивация берді. Жалғыз қалдым деген ойға жол бермеді. Дайындықты енді бастап жатқан достарыма бір кеңесім бар. Ең бастысы жүйелі болу. Күніне аз-аздан болса да тоқтамай, үнемі қайталап отырыңыздар. Екіншіден, өздеріңізге сеніңіздер. Басқалармен салыстырудың қажеті жоқ. Ең бастысы өзіңізбен жұмыс істеу. Және де ерте бастаңыздар. Сонда сабырлы түрде дайындала аласыздар. Өзгелер менен ақылдырақ қо, олар менен көбірек балл жинайды деген ойларды бастарынан алып тастаңдар. Себебі әр адамның жолы бөлек болады. Ал мен өзіме не үшін мақтанамын? Себебі қанша қиын болса да берілмедім, соңына дейін жеттім. Өз арманым үшін күресе алдым. Ол маған үлкен өмірлік сабақ болды. Сабақ онлайнға да үлкен рахмет айтқым келеді. Тек білім беріп қана қоймай, бізге сенуге, өзімізге сенімді болуға көмектескені үшін. Міне, менің жетістікке дейінгі жолым осындай болды. Барлық түлектерге сәттілік тілеймін. Армандарыңызға жетіңіздер. Бәрі өз қолдарыңызда. Шектеу тек біздің ойымызда.